Бұл виртуальный лабораторияда иондаушы сәулеленудің әртүрлі түрлерінің зат арқылы өтуі және энергия жоғалту механизмдері көрсетілген. Альфа бөлшек, бета бөлшек, гамма сәуле және де нейтрондық сәулелену. Бұл жерде қағаз, екінші алюминий, үшінші қорғасын, төртінші су, H2O. Енді ең бірінші біз альфа бөлшекті алайық. Альфа бөлшек дегеніміз, яғни альфа сәулелену, бұл жерде құрамы гелий ядросынан тұрады. 2 протон, 2 электроннан тұрады бұл. Заряд 2 электрон, массасы үлкен, жылдамдығы енді салыстырмалы аз болады. Жалпы бұл альфа бөлшек бізді затпен әрекеттесу кезінде күшті ионизация тудырады. Бірақ жолының ұзындығы өте қысқа болады. Сондықтан бұл қағаз немесе басқа да бірнеше сантиметрлік жаңағы ауа қабаттарын осы альфа бөлшектің өзі толық жұтып алады. Яғни бұл қағаздан ары өте алмайды. Кішкентай сантиметрлердің өзі жетіп жатыр. Екінші бізде бета бөлшекті алайық. Бета бөлшек кетті. Бета бөлшек қағаздан өтіп кетеді, алюминийге келіп тоқтап қалады. Яғни алюминийден ары қарай өте алмайды, тежеледі. Себебі бета сәулелену, бета бөлшек қой, бұл құрамы электрон немесе позитроннан тұрады. Бета бөлшегіміз біздің. Және де заряды теріс электрон немесе оң электрон береді. Массасы аз, жылдамдығы жоғары бұның. Бұл ионизация және тежелу сәулеленулерін кәдімгідей қарастырады. Альфаға қарағанда әлсіздеу ионизация процесін қалыптастырады. Сондықтан бұл алюминий сияқты жеңіл металдарда бета бөлшектер тоқтатады. Қағаздан кетті, алюминийға кетіп тіреліп қалды. Үшінші бізде гамма сәулеленуді қарастырайық. Гамма сәулелену қағаздан өтіп кетеді, алюминийден өтіп кетеді және де қорғасынға келіп тіреледі, тоқтайды. Себебі бұл гамма сәулелену құрамы жоғары энергиялық фотондардан тұрады, заряды жоқ, массасы жоқ бұның тіпті. Жылдамдығы жарық жылдамдығымен бірдей 3 көбейтілген 10-8 метр секундты береді. Бұл гамма сәулеленудің өтімділігі өте жоғары, тек жоғары жаңағы тығыздықтағы материалдар ғана тоқтатылады. Мысалы, қорғасын арқылы бұл әлсіреп тоқтап қалады. Қорғасына келіп тіреліп, қағаздан өтеді, алюминийден өтеді, және қорғасына келіп тіреледі, тоқтайды. Төртінші бізде ең күшті сәулелену бұл нейтрондық сәулелену. Бұл нейтрондық сәулелену дегеніміз құрамында нейтрондар болады, яғни бейтарап бөлшектер ғой. Атының өзі айтып тұр, нейтрон деп. Бейтарап деген сөз. Заряды жоқ, кәдімгі электромагниттік әсері әлсіз бұның. Заряды жоқ, электромагниттік әсерлесу өте әлсіз. Негізінен бұл енді нейтрон сәулелену бұл көбінесе ядролық соқтығысуының нәтижесінде, яғни сол арқылы энергия жоғалтады бұл. Ядролық соқтығысу нәтижесінде бізде нейтрондық сәулелену өзінің энергиясын орасан көп бөлігін жоғалтады энергиясының. Бұл әсіресе нейтрондық сәулелену жеңіл ядролармен, яғни сутекпен тиімді әрекеттеседі ғой. Сондықтан бұл осы сутекке келіп тоқтап қалады. Өйткені бұл жерде нейтрондарды баяулатады және де жұтып алады сутек. Жалпы мінекей осы төртеуі көрсетілген альфа бөлшек, бета бөлшек, гамма, нейтронды сәулелену. Ең ішінде бұл жердегі ең күшті сәулелену ол бізде нейтрондық сәулелену. Яғни бұл жерде сәулелену өте күшті болған сайын, оны тоқтату үшін біздегі материалдың тығыздығы да күшті болу керек, және де қалың болу керек, оны тоқтата алатындай.